Ассаламу алейкум. Бүгін лезде дайын болатын, көтерілуін күттірмейтін бәліштер жасаймыз. Алдымен салмасын дайындайық. Ол үшін майдалап туралған пиязды 1-2 минут қуырып аламыз. Үстіне тартылған етті қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, піскенше орташа отта қуырамыз. Қайнатылған күріш пен дайын болған етті араластырамыз. Салмасы дайын. Енді қамырына кірісейік. Жылы суға қант, ашытқы және тұзды қосып араластырамыз. Ашытқы көбіктегенше 10 минутта қоя тұрамыз. Сосын пісте май қосамыз. Аздап араластырып, 3 ас қасық ұн саламыз. Артынан ыстық суды құямыз. Қалған ұнның бәрін салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Жұқа етіп жаямыз. Видеода көрсетілгендей салманы салып түйеміз. Соңғысын түйіп болғанда, бірден табаны отқа қоямыз. Майды жақсылап қыздырып, орташа отта қызарғанша пісіреміз. Майды аямай қосу керек. Майыңыз бәліштің тым болмағанда орта беліне дейін жетіп тұруы тиіс. Одан да жоғары болса тіптен тамаша. Сонда бәліштеріңіз үлпілдек, жұмсақ және ортасында ақ сызықсыз бір келкі піседі. Жұп-жұмсақ, салмасы мол, хош иісті бәліштер дайын. Астарыңыз дәмді болсын.